Міне осындай шаруалар істеліп жатыр. Ерекше бір аталған дүние өздеріңізге белгілі доктрина жайлы. Міне Алашұны Мұхтар Шахановтың ашық жариялайын дегеніне бірінші қолдау жасады, бірінші қатыстық. Доктринаны осылай дәлелденгеннен кейін бұлар бірден шақпылап мына жақпен ақылдаса отырып, ертеңінде жаңағы өнер академиясында жиналып, соның шешім бұны тоқтататын, жарияламайтын болды. Бұлардың ең кереметі мынаны егер дыбыссыз істемесіз болса, о кезге мына доктринаны далалет етпек көрінеді. Мына балама жоба қабылда дегенде, міне Алашұнынан көп азаматтар қатысты, сіздер де білесіздер, жаңағы доктринаның жазылуына, оның 4 рет талқылауына барлығына атсалысып, міне осы ақырғы дүние дегеннен кейін Мұхтарға тапсырып, міне бұны жібердік. Енді одан бері қарайғы дүниені мен онша біле білмеймін, Марат міне басы-қасында араласып жүр. Алашұнынан кіріп, басы-қасында жүрген Марат болшы. Міне ағайын осындай мынау бірер жылдың ішінде 1,5 жыл болып қалды ғой. Біздің неге осыншама міне Құдайдың құтты күні газеттердегі қазір біздің пікірімізді Алашұнының Алаш айнасында, Айқын газетінде, мына Қазақстан заманда үнемі мына телевидение, радио дегенде почти апта сайын шақырып тұрады. Міне кеше Қазақ радиосы Шалқар үлкен мына ұрпақ тәрбиесінің бағдарламасын жасапты. Мені шақырып, 1 сағат нені жазып алып сөйтті. Ал бұның барлығы осындай істер, бұның барлығы және міне қазір біз өткізіп отырмыз, бұрынғыдай протокол жазып емес, яғни барлығы не сөйлейсіздер, не айтасыздар, барлығы техниканың арқасында барлығы жазылып жатыр. Аса салғыр, белсенді жұмыс істемеген адамдар да олар өздері көріп отыр. Солай емес көріп. Сондай нелер біз енді бүгінгі жиналып отырғанымыз енді қандай стадияға көшеміз? Қандай биіктікке байқадық? Біз жазған хаттың жауап келмеген бірде-бір хат болған жоқ. Барлығына жауап алып, міне жауап хат деген түгел. Сондықтан бүгін мен қысқаша осыны айтайын. Ең алдымен мен сөзімді қорытындылай келіп, Алашұнына кіріп міне жұмыс істеп жатқан барлық азаматтарға төралқа алқасынан алғыс жариялайын деп отырмын сіздерден сұрап. Неге десеңіз, қандай жағдайда болмасын. Әне Дәрменнің түсірген документальный фильмі жақында шықпай жатыр. Жариялап отырған Жаңылдың газеттегі материалдары, міне барлығы, Әнекеңнің істеп жүргені, міне ғылыми қоғам барлығымыз үкіметтік емес ұйым болған мақсатымыз бір ғой. Ғылыми қоғамдық ғылым академиясының істеп жатқан шаруалары, міне басы-қасында Алаш азаматтар. Міне мысалы спорт әлеміндегі қазір көтеріліп жатқан мәселе. Мәселен жаңағы өзі басқарып отырған колледждегі мына спортты жақсарту мақаласында Әнекең енді қазір әркім өздеріңіз айтарсыздар, істеліп жатқан шаруа өтеді. Жалпы сондықтан барлықтарыңызға мұнда бір рахмет. Үлкен енді бір екінші сатыға көтеріліп, бұдан да өйткені бізбен қазір үкіметті, әкімшілік бәрі есептеседі. Біздің айтқанымызды